Ұлдарымның сүйікті тамағын дайындап жатырмын. Пюрені жақсы көрмейтін бала жоқ шығар. Мынау картошканы пісіріп алдым. Тұз салдым суға. Мына жерде мен фарш қуырып жатырмын. Пиязбен қазір тұзын және де бұрышын қосамыз. Картошкам пісті. Енді осылай езіп аламыз. Бұған сүт қоспаймыз, май қоспаймыз. Сәл суығаннан кейін жұмыртқа қосамыз. Колобокты жасау үшін жаңағы картошкамызға көп жұмыртқа салмаңыздар. Картошканың көлеміне қарайсыздар. Менде көбірек болды. 2 жұмыртқа салдым. Сұйық болмау керек. Осындай алып жайып шығасыздар жақсылап. Жайып шыққаннан кейін мына фаршты саласыздар ортасына. Ортасына саласыздар. Және осыны бұлай жабасыздар. Ой, көп болып кетті. Перчатка киген дұрыс болады, себебі қолға жабысады. Мұндай ашылып қалған жерлер болса, картошкамен бүйтіп жапсаңыздар болады. Енді осыны ұнға аунатамыз және де майға қуырып аламыз. Духовкаға салсаңыздар да болады, бір 5-10 минутқа. Біз майға қуырылғанын ұнатамыз. Колобоктарым дайын болды. Сковородкаға салған кезде көп-көптен салмаңыздар. Орын бос болу керек, себебі бұл өте нәзік, бұл қамыр емес, картошка. Сондықтан шашылып қалмас үшін ұнға жақсылап аунатып, сковородкаға аз-аздан саласыздар. Піскен осындай колобоктарды сметанамен жегенге мен сіздерге кеңес беремін. Сметанамен өте дәмді болады. Нәзік, дәмді. Және де балаларыңызға, өздеріңізге ұнайтынына сенімдімін. Жасаңыздар.